Сәлем достар, бүгін сіздерге ерекше мүмкіндік туралы айтып береміз. Егер сіз әлеуметтік осал санаттағы жұмыссыз болсаңыз, немесе 3 жылдан аспаған кәсіпкер болсаңыз, онда сіз 400 АЕК, яғни 1.572.800 теңге көлемінде қайтарымсыз грант ала аласыз. Яғни, бұл грант бизнес бастау және дамыту мақсатында беріледі. Яғни, егер сізде идеяңыз болса, бірақ қаржы тапшылығы сезілсе, бұл сіз үшін тамаша мүмкіндік болып табылады. Бұл 400 АЕК көлеміндегі грант 2021 жыл мен 2025 жылдарға арналған ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлік мақсатындағы өтеусіз грант болып табылады. Яғни, бұны кімдер ала алады және кімдер қатыса алады, 2025 жылы болады ма? Және де қандай да осындай керекті сұрақтар болса, осындай бір сұрақтар мазалап жүрген болса, онда оның жауабын осы эфирден ала аласыздар. Грант алу үшін бірнеше қадамды орындау қажет. Алдымен сіздің бизнес идеяңыз болу керек, содан кейін бизнес жоспарыңызды дайындап, осы грант беруші ұйымға ұсыну керексіздер. Ол қалай жүзеге асырылады? Ол міне еңбек бизнес KZ деп Google-ға жазасыздар. Ол жерде алғашында сертификат алу керек. Ол үшін мәртебені тексеру деген этаптан өтесіздер. Яғни, мәртебені тексеру 2 этаптан болады. Бірінші этапта сіздер сертификат алу мақсатында мәртебені тексересіздер. Екінші этапта ол сіз бизнес жобаңызды тіркеп, қатысу мақсатында өтесіздер. Ол екінші этаптағы тексеруді грант уақыты басталғаннан кейін ғана жүзеге асырылады. Әзірше тек қана бірінші этаптағы тексеруден ғана өте аласыздар. Көп адамның сұрақтары бар. 3 жылға толмаған кәсіпкермін, қатыса аламын ба деп сұрайды. 3 жылға толмаған кәсіпкер болсаңыз, бірінші этаптан өтесіз, ол екінші этаптан өтті деген сөз емес. Егер сіз бір этаптан өтіп, екінші этаптан өтпесеңіз, яғни әлеуметтік осал топқа жатпасаңыз, онда сіз қатыса алмайсыз. Әлеуметтік осал топ дегеніміз кімдер? Ол міне мынау мүгедек адам, яғни бірінші, екінші, үшінші топ, қандастарымыз, әлі қандас статусы бар, азаматтық алып қоймаған кісілер, сосын қоныс аударушы, яғни қандай да бір мемлекеттік бағдарламамен оңтүстіктен солтүстікке немесе бір облыстан екінші облысқа қоныс аударған адамдар және отбасы мүшелері. Сосын мүгедек баланы тәрбиелеп отырған тұлға, яғни мүгедек бала 18 жастан аспаған болу керек. Көп балалы отбасы мүшесі, яғни 4 бала кемінде 18 жастан аспаған, яғни 4 бала үшін пособияны алып отырған, жұбайы немесе зайыбы. Егер 18 жастан асқан болса да, бірақ университет, колледж, сондай оқу орнында оқитын болса, 4 балаңызды, біреуі болсын, онда 4 балаға пособия алып отырған болсаңыз, ең бастысы қатыса аласыз. Сосын 4-еуден көп бұл жерде, 5-еу, 6-еу, 7-еу кете береді. Сосын аз қамтылған отбасы дегеніміз АСП алатындар. Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жәрдемақы алушылар дегеніміз, ол ажырасқандар жатпайды. Асыраушысынан айырылған, яғни жұбайы, зайыбы, әйелі немесе ерінен айырылған отбасы. Яғни анасы немесе әкесінен қайтыс болған, отбасы асыраушысынан айырылу бойынша қатыса алады. Осы шарттары бұл екінші этапта тексеріледі. Бұл этаптардың біріне жатпасаңыз, онда сіз қатыса алмайсыз деген сөз. Бірінші этап ол сіз кәсіпкер болмасаңыз, онда сіз жұмыссыздыққа тіркелесіз, жұмыссыздыққа тіркелесіз, оны дәлелдейтін құжаттарыңыз болу керек. Мысалы, грант алу үшін сіздің әлеуметтік осал топқа жататыныңызды, немесе жас кәсіпкер екеніңізді дәлелдеуіңіз қажет. Бұл құжаттарды жинау кезінде қиындықтар туындаса, біз сіздерге көмектесе аламыз. Яғни жұмыссыздыққа тіркеу немесе ИП ашу, жабу, 3 жылдан асып кеткен ИПіңіз болса, оны жауып, жұмыссыздыққа тіркелу арқылы қатыса аласыздар.
Тағы да басқа осындай қиындықтар туындаса, сұрақтарыңыз болса, бізге жазып біле аласыздар. Енді бұдан кейін біз ары қарай бизнес жоспарды тіркейміз. Мұнда міне осылай тіркеледі. Ол грант уақыты басталған кезде тіркеледі. Бизнес жоспар нарықтық зерттеу, қаржылық жоспар, маркетинг стратегиясы және тағы басқа болуы тиіс бизнес планда. Бұл сіздің идеяңызда қаншалықты тиімді екенін көрсету үшін маңызды, сондықтан бизнес планда барлығын ашық, айқын жазылуы керек. Грант алу үшін бірнеше қадамды орындауыңыз қажет. Алдымен сіздің бизнес идеяңыз болу керек, одан кейін бизнес жоспарыңызды дайындап, оны грант беруші ұйымға өткізесіз, яғни осы жерге тіркейсіздер. Осында тіркеу арқылы сіздер грантқа қатысуға алғашқы қадамдарыңызды жасап, сосын өтінімдер тізімі бөліміне кіріп, өтінім қалдыру арқылы қатыса аласыздар. Егер грант ұтқан жағдайда, мұнда банк счетыңызды тіркейсіз, договор жасалады, счетқа ақша түскеннен кейін отчеттарын тапсырып отырасыздар. Ол жағына да түгелдей біз көмектесе аламыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, немесе консультация алғыларыңыз келсе, ақылы түрде консультация да бере аламыз. Бизнес жоспарыңыз барлығынан кез келген жерден сұрай аласыздар. Енді осы жылы болады ма деген сұрақ. 2021 мен 2025 жылдар аралығында болады делінген, және де біз жұмыспен қамту орталықтарынан сұрадық, осы жылы болады деп күтілуде. Сәуір немесе мамыр айларына қарай болуы мүмкін. Нақты күні белгісіз, оны ресми ақпараттарға сай қарап көріп, сосын ғана айтуға болады. Бұлай айта алмаймыз, Ол ресми ақпараттарды қайдан көреміз? Google-ға міне еңбек бизнес KZ деп жазамыз. Осы жерден астына қарай түссек, гранттар кестесі деген тұрады. Міне қалаған аймақ бойынша қанша грант бөлінді, саны барлығы осында шығады. Әзірге бұл жақта грант бөлінген жоқ. Осы жылға грант әлі бөлінген жоқ. Нақты ақпараттар қай күні, қай уақытта қанша грант бөлінеді, енді шығатын болады. Сіздерде қандай бизнес идеяларыңыз бар? Пікірлеріңізді төменде жазыңыздар. Біз сіздермен бірге талқылап, идеяларыңызды дамытуға көмектесеміз, Қандай идеямен қатысқыңыз келіп жатыр, ол идея өтеді ма, өтпейді ма деген секілді. Егер сіз осы грант туралы көбірек ақпарат алғыңыз келсе, біздің арнамызға жазылып алыңыздар. Жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар, бизнес бастауға дайын болыңыздар, достар. Бізбен бірге болыңыз, кәсіпкерлік әлеміне қадам басыңыз.